Бәріне сәлем достар. Бүгінгі менің видеомда мен сендерге кешкі бет күтімін көрсетемін. Қазіргі таңда ол менде жаңа әдістермен және бүгін мен сендермен сол әдістермен бөлісемін. Сондықтан бірге болыңдар. Бастаймыз. Ең алдымен әрине шашымызды жинап және мына менің сүйікті повязкамды тағамын. Бұл міне ескі Oriflame'нан алған. Кезінде бір 900 ба 600 ба теңге болған. Әлі күнге дейін тұрады, өте мықты, өте берік және көпке дейін жетеді. Қазір мен жасап келейін. Бетімді тазартқан кезде мен осындай Essential Oriflame'нан жаңа осы бет жуатын гельді қолданамын. Бұл гельдің маған бір ұнағаны, ол бүкіл макияждың барлығын өте жақсы кетіреді және бетті құрғатпайды. Сол ұнады, яғни бағасы не бәрі 1000 теңге тұрады. Бірақ менің ойымша, мен мысалға оның алдында Смолдан алдым, Garnier, L'Oreal, солардан алдым 1000 теңгеге гельдарын. Бірақ олар менің макияждарымды қатты кетірмейтін. Ал осы гель 2 рет жаққанда прям түгел карандаш, туш барлығын кетіреді. Менен обычно осыны клиенттер жақсы заказ беретін, тапсырыс. Мен сонда түсінбейтінмін, қалай ол деп. Бірақ осы жылы өзімде осыны қолданып көрейін деп ойладым, көрдім және маған ол өте ұнады. Сондықтан қазір мен сендерге ұсыныс бере аламын. Бұл гельді мен мына Skin Pro аппаратымен, яғни Scarlett Vita Spa осындай аппарат бар менде. Бұны алдыңғы жылыма, 20-шы жылыма алдым. Бұның бір күштісі, оны былай қосасыз и вибрация береді. 2 уровень бар, мне осындай надпись бар. Сосын мне кнопка включения-выключения и насадкасы бар. Мына насадкасы силиконовый. Бетке жаңағы массаж жасаймын. Соның арқасында мына вибрация береді ғой. Соның арқасында ол кожаға қайтадан қанды жүгіртіп, массаж жасап, және менің бүкіл мына прыщиктарымның барлығын кетіруге көмектеседі. Қазір жуып келейін бетімді. Бетімізді жуып болған соң, міндетті түрде бетке арналған өздеріңнің жеке орамалдарың болу керек. Яғни бұл арнайы тек бетті сүртетін ғана орамал болу. Бұнымен біз қолды, денені сүртпейміз. Тек бетке арналған орамал болу керек. Так. Келесі бізде тоник. Міне осы тоник, ол беттегі, яғни біз гельмен жуамыз ғой, гельдімен жуған кезде біз бетіміздің pH балансын өзгертеміз. Сондықтан осы тоникті қолдану керек. Тоник жаңағы pH балансты қайтадан қалпына келтіріп, бетімізді жақсы қалдырады. Міне мысалға, қатты мен сезбеймін, әрине тартылып тұрған сияқты болады, обычно гельмен жуған соң. Вот сол болмасын, міне былай примерно жағамын. Және жаңа Optimals'тың тонигінің бір ұнайтыны, бұны ватный дискқа емес, қолдарыңа былай өстіп тамызасыңдар да, и өстіп былай қолға жайып, потом сразу вот так вот жағып шығасыңдар. Бұның бір жақсысы, ол қазіргі экологияға зиянын келтірмейді. Себебі мына ватный дисктар, олар өте зиян. Себебі бұл да мақта ғой, бұл да экологияға бір зиянын алып келеді. Ал мына жаңа тониктардың арқасында бізге ватный дискті көп қолданудың қажеті жоқ. Міне осылай қолымызбен прихлопывающий сондай әдістермен жасап шығамыз. Келесі ол сыворотка. Міне осы сыворотка маған өте қатты ұнайды. Бұл Hydra Radiance, яғни ылғалдандырады, қатты жақсы ылғалдандыратын сыворотка. Сыворотка ол не үшін керек? Оның бір міне осында каплясын түгел бетке жағып шығуға болады. Бұл жаңағы біздің креміміз жақсырақ өтуіне, бет терісіне жақсы өтуіне жол ашады. Яғни сыворотканы жақсандар кремнің алдында, онда кремдеріңнің эффекті 2 есе көбейеді. Мен көрінемін, даже прихлопывающими движениями. Немесе массажды әдістермен былай бетті үстіне қарай тартамыз.
негізі келесі крем для кожи вокруг глаз болу керек, бірақ ол менде бітіп қалды. Мен оны кейін тапсырыс беремін. Сондықтан қазір оның орнына келесі қадамға сразу көшемін. Ол міне мынау Hydra Radiance деген тоже крем, ночной крем бұл. Міне осындай текстурасы бар, иісі өте жақсы. Және маған бір ұнайтыны осы Oriflame Optimals'тың кремдерінің барлығы осындай шыны упаковкада тұрады. Шыны упаковкада тұрса, яғни ол сақталады ғой. Бұны осы шыны упаковкада сақтау ол тоже жақсы. Құрамына, сапасына әсер етеді. Және менің оқығаным бойынша тоже кремдарды осындай шыны упаковкада алған жөн. Вот. Бұны тоже көп алмаймын, міне бұлай саусағымен кремді. Вот, осынша ғана. Бір саусақ получается. Бір саусақпен қолыма жағамын, міне, мынанша ғана. Тоже қолыма растирать етемін, жағып, потом бұлай прихлопывающими движениями. Сол кезде бетке аз жағылады, және бәрі бірыңғай, сондай тегіс болып жағылады керекті жеріне бәрі. Және тезірек кремнің тезірек сіңіп кетуіне көмектеседі. Келесі ол мына масло чайного дерева. Мен оны әрбір видеомда көрсетемін. Және бұл зат, ол мендегі осы бет күтімімде ешқашан өзгермейтін заттың бірі шығар. Себебі менде майлы тері және прыщиктар әрдайым шығып тұрады. Сондықтан бұл зат маған өте керек. Және оны былай мұрнымен де иіскеп қойса жақсы. Және баняға барған кезде мен бұны тоже қосам. Ана банядағы пармен бірге бәрі күшті болсын деп. Себебі бұл масло чайного дерева өте жақсы. Вообще любой воспаление, любой заттарға келе береді. Негізі бұлай әрине бір қолмен кіруге болмайды, бірақ менің кожам болған соң, үйреніп қалған соң кіре берем. Себебі бұны мен қолданамын. Және негізі, бұл масло чайного дерева әр адамда өзінің масло чайного деревасы болған жөн. Себебі жаңағы айтқандай гигиена ол. Бәріне жағып қоямыз. Және соңғы қадам ол ерін. Ерінге мен мына смягчающее средствоны жағамын, жұмсартқыш. Маған осы смородина, по-моему, смородинаның иісі ұнайды. Тоже вот пальчикпен кремді. Бірақ мен обычно оны былай тырнақпен алатынмын, бірақ соңғы кездері жай кішкене қымбат, жұқа қымбат қылып жаққанды ұнатып жүрмін. Сондықтан былай жаға салам. Түнде бір ерінге маска сияқты болады. Және таңертең еріндерің өте жұқа, сонда құрғатылмаған болып тұрады. Помаданы да жаққан жақсы, және былай да эстетикалық күйде де өте әдемі көріп тұрады. Әйтпесе кейбір қыздар еріндері құрғақ болып жүргені өте әдемісіз көрінетін сияқты менің ойымша. Ал былай өте әдемі. Көрдіңдер ме? Бірде-бір құрғаған жер жоқ. Себебі мен әр түн сайын смягчающее средствоны ерніме жағамын, және маска сияқты ұстаймын. И все. Вот так вот. Көрдіңдер ме? Міне. Бетімде біраз прыщиктар әлі бар, бірақ сонда да маған өзімнің терім ұнайды. Себебі менде жақсы күтім. Вот, қыздар, сондықтан бұл менің видеом сендерге жақсы көмектеседі деп ойлаймын. Әдем болып жүріңдер. Мына продукцияны заказ беремін десеңдер, маған личкаға немесе WhatsAppқа жазуға болады, Инстаграмға. Вот, осылардың барлығын мен сендерге арнайы әр қайсы қызға өзінің терісінің типіне байланысты кез келген косметиканы таңдап, қайсы жақсы, қайсы жаман екенін айтып бере аламын. Сондықтан мен сендерге әрдайым қуаныштымын. Ал осы видеоны аяғына дейін көріп болсаңдар, лайк басып, менің парақшама жазылуды ұмытпаңдар.
әрдайым мен осында қазақ тілінде бет күтімінің құпиялары жайында бөлісемін және жаңа әдістермен бөлісемін. Және сендермен бірге менің ойымша менің видеоларымды қарап, сендер де өздеріңнің прыщик беттеріңді немесе терілерің жаман тері болса, соны әдемі қылуға үйренесіңдер деп ойлаймын. Вот. Сондықтан достар, сау болыңдар.